Қайырлы түн, құрметті замандастар, барлықтарыңызға интернет арқылы табыс табу кезекті көп сериалы телесериалымыз одан ары қарай өз жалғасын табуда. Қазіргі таңда интернет арқылы табыс өте көп. Егер оны түсінген адамға, түсінбеген адамдар анау арғы бетте жүр, қашып, өзінен қашып жүр да ол, бізден емес. Лохотрон, пирамида деп. На самом деле, ең бастысы, енді лохотрондар мен пирамидаға тіл тигізбей ақ қояйын. Әркімнің өзінің іші біліп жатыр ғой, қай жері лохотрон, қайсысы пирамида екенін. Қазір айтсам, кең ауқымды сөйлеп кетуі мүмкін да, сондықтан осы жерден қайыра салып, сіздерге қазіргі таңда интернет арқылы, өзіңіз дамыту арқылы, өзіңізді жаңағы кедейліктен құтқаратын бірден бірегей жол, ол қазіргі біздің интернет арқылы беріліп жатырған крипто саласы, блокчейн технологиясы екенін айтқым келеді. Неге? Себебі блокчейн технологиясы қазіргі таңда біздің әрбір, мысалы, сіз банкке барып ақша аударатын болсаңыз, сіз банктен ақшаңызды қай жаққа кетіп жатырғанын көре алмайсыз. Оны тек қана банкте жұмыс істейтін жұмыскерлер ғана біледі. Ал енді қазіргі таңда жаңағы блокчейн технологиясы сізге барлық өзіңіздің ақша аударғаныңыз қай жаққа түсті, қашан түсейін деп жатыр, соның барлығын блокчейн технологиясы, блокчейннің өзі арқылы жаңағы қарап отыра аласыз. Соның бір айғағы ретінде мен сіздерге, құрметті замандастар, қазіргі таңда интернет нарығында дамып келе жатырған өз үлесін интернеттен табыс табуға үлес қосып жатырған, плюс еще жаңағы CoinMarketCap сайтын ашып, дәл қазір сіздерге CoinMarketCap сайтында күннен күнге 15.287 криптовалюталардың күн санап қосылып жатырған CoinMarketCapқа 437 уже биржалардың қазіргі таңда шығып кеткен туралы, бұлардың барлығы тіркелген биржалар, тіркелген криптовалюталар, бұдан басқа тіркелмегені қаншама. Қазіргі таңда бұл криптовалюталардың не үшін біз ол криптовалюталарды алуымыз керек? Себебі болашақта бұл криптовалютаның астында қандай технология жатыр? Ол не үшін құнды? Ең басты сұрақ осы болу керек. Неге ол криптовалюта болашақта өседі? Ол экономика саласына, инфраструктураларына байланысқан ба? Криптовалютаның өзінің кошелегі бар ма? Деген сияқты сұрақтарға жауап берсеңіздер ғана, жауап таба алсаңыздар ғана криптовалютаны алуға әрекет жасаңыздар. Қазіргі таңда, құрметті экранның ар жағындағы отырған замандастар, қадірлі отандастар, қазіргі таңда менің жасап жатырған платформам, өздеріңізге қысқаша айтып кететін, бұл Platincoin платформасы. Қазіргі таңда бұл Platincoin платформасы жаңағы интернеттегі нарықтағы бағасы $1.68, PLC монетасы $1.68 қазіргі таңда сатылып жатыр. Бұл баға өте қазіргі таңдағы төмен баға. Болашақта бұл одан да жоғары бағада сатылады. Неге? Себебі бұл платформаның PLC монетаны шығарудағы мақсаты ол жаңағы биткоин, эфирим, тағы да басқа криптовалюталар сияқты биткоинға тәуелді криптовалюта ретінде шығару емес, бұның өз алдында өзінің инфраструктурасын құру арқылы бұл монетаны стабильный лестничный рост деп айтамыз. Мысалы, дәл қазіргі таңда жаңағы платформаның өзінің ішінде, Platincoin платформасының ішінде, кешірім өтінемін, Platincoin платформасының ішінде 5 евро, одан ары 10 евро жасаймыз деп жатыр. Осы платформаның негізін қалаушы Алекс Райнхард. Қазіргі таңда платформа Platincoin монетасын жаңағы смарт контрактылар арқылы, плюс еще жаңағы онлайн площадкалар арқылы, ферма арқылы осы монетаға сұраныс туғызу арқылы дефицит монет, плюс еще сжигание монет деп айтамыз, системадан жойылу жүйесі арқылы, платформадан, системадан мүлдем шығарып тастау арқылы осы Platincoin монетасын болашақта өсіру мақсатында, құнының өсіру мақсатында үлкен жұмыстар жасалынып жатыр. Плюс еще Platincoin платформасының PLC монетасы CoinsBit биржасынан басқа
CoinSuper, HitBTC, Bbox, BitGlobal деген биржаларда сатылып жатыр екен. Салыстырмалы түрде мен өздеріңізге көрсетіп жатырмын. Енді қараңыздар, құрметті экранның ар жағындағы отырған замандастар, құрметті отандастар, бұйырса осы платформа арқылы, осы Platinum платформасы арқылы мен өзімнің бизнесімді дамыта отырып, осы платформада маркетинг арқылы табыс табу мақсатында қазіргі таңда белсенділігімді арттырып, бұрын тіркелгеніммен белсенді емес едім, қатты. Енді қазіргі таңда белсенділігімді арттырып, отандастарымызға осы платформаның құндылығын түсіндіру мақсатында екінші кезекте биржадан алып, сатуды үйренгісі келетін адамдармен жұмыс жасап, қолымнан келгенше өз білетін біліммен бөлісіп, қазіргі таңда осы бағытты таңдап жұмыс жасап жатырған жайым бар. Егер сіз өзіңіз осы бағыттан табыс тапқыңыз келсе, биржаның тілін мен өзім де енді үйреніп жатырмын, мен сияқты үйренгіңіз келсе, онда міндетті түрде бізбен бірге бизнес жасаңыздар. Қазіргі таңда CoinSbit биржасына платформаның PLC Ultima деген монетасы шықты. Бүгіндікке бұл монетаның жаңа қаншалықты көтерілген туралы, қалай көтерілген туралы өздеріңізге көрсетіп кете салайын. Бүгін монета, бүгін бірінші мәрте CoinSbit биржасына шықты. Монета $24,000 дейін көтерілді. Қазіргі таңда 5455 болып, тағы да көтерілді. Бағана 4000-ға түскен еді. Мына монета өз жаңадан шыққандықтан маған да бір қызық болып отыр. Менің көз алдымда бұл көтеріліп, менің көз алдымда түсіп, менің көз алдымда объем таргей дейді ғой, жаңағы сатылымның мөлшері. Мыналар уже сатылғандар, мынау қызыл сызықпен тұрғандар сатылғандар екен. Мыналар сатып аламын деп ашылған ордерлар, жаңағы да, мына астындағы тұрғандар. Бұлар сатқандар, анау сатып алғандар. Осындай объем жүріп жатыр қазіргі кезде. Мынау жаңағы сатып алатын болсаңыз, сіз купить деген стаканды өзіңіздің жаңағы жазасы қазіргі таңдағы баға уже 5455 болып тұр. Міне ол мына жерде көрініп тұрады екен. Мынау ордер ашып сатып алам деген мен сияқты адамдар, мысалы мен әлі ордерімді ашқан жоқпын, қарап отырмын, мен оны сатып алғым келіп тұрған жоқ қымбатқа. Мыналар ордер ашып сатып жатырған адамдар қазіргі таңда. Енді кімнің асығы алшысынан түседі болып жатыр ғой бұл жерде. Сондықтан құрметті экранның ар жағындағы отырған замандастар, құрметті отандастар, қазіргі таңда сіз өзіңіздің біліміңізді дамыта отырып, осындай интернеттің өздеріңізге беріп отырған мүмкіндігін пайдалана отырып, өз капиталыңызды жинақтап алатын мүмкіндіктің алдында отырсыздар. Сондықтан мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Бұйырса 14 декабрьден бастап платформаның жаңағы біз CoinSbit биржасынан монетаны сатып алатын болсақ, бұйырса ол монетаны ары қарай 7,2% жылына, 7,2 фактормен жылына, айына 0,6 фактормен айына табыс табатын боламыз. Егер сізді бұл ақпарат қызықтырса, міндетті түрде комментарийға өз ойыңызды жазып, бізбен бірге Platinum платформасының осындай беріп жатырған мүмкіндігін өз бизнесіңізді дамыту үшін пайдаланыңыздар деп айтқым келеді. Енді болашақта монетаны қалай сатып алдық, оны қалай фермаларға қоямыз, ол туралы видеоларды міндетті түрде түсіретін боламыз. Себебі менің мақсатым қарапайым халыққа осындай мүмкіндіктің көзін көрсету, үйрету, үйренгісі келетін адамдарға. Сондықтан егер сіз бұл каналға тіркелмеген болсаңыз, бұрын соңды көрмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ұнап жатса лайк басыңыз, ұнамай жатса дизлайк басыңыз. Өз ойыңызбен бөлісіп, міндетті түрде осындай мүмкіндік іздеп жүрген отандастарымызбен, қарапайым замандастарымызбен бөлісуге әрекет жасаңыздар. Себебі менің мақсатым қарапайым отандастарымызға осындай мүмкіндікті көрсету, үйренгісі келетін отандастарымызға үйрету. Сондықтан мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар, құрметті экранның ар жағындағы отырған замандастар. Қазіргі
интернет бізге осындай мүмкіндікті кеңінен беріп отыр түсініп жатырған адамға. Ал енді түсінбей жатырған адам ары қарай интернеттің мүмкіндіктеріне сенбей, өзінің өзі жаңағы өз миын өзі аштып деген сияқты жүр. Сондықтан егер сіз интернет арқылы табыс тапқыңыз келсе, онда осы ақпаратты қазір естіп отырсаңыз, қазірден бастап әрекет жасаңыз. Егер бұрын естіп, ертең ары күні, оның ары күні деп әлі де болса ойланып жүрген болсаңыз, онда қазақта мақал бар ғой, ойшыл ойланам дегенде тәуекелші тірлігін бітіріпті деген. Сондықтан құрметті ойшылдар, тәуекелшілердің қатарына қосылып, өз капиталыңызды көбейтуге әрекет жасаңыздар деп айтқым келеді. Міндетті түрде өздеріңізден лайк күтеміз, құрметті замандастар.